Сәлем достар, мен жүгеріні қыс мезгіліне сақтаудың ешкім айтпаған негізгі құпиясымен бөлісетін боламын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк, комментарий басып, қолдап кетсеңіздер, және де видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдында бір апта бұрын мен жүгеріні осылай мұздатқышқа сақтап қойған болатынмын. Ал енді негізгі сіздер ешкім айтпаған негізгі құпиясымен бөлісетін боламын. Бұл әдіс мұздатқышта ұзақ уақыт сақталады және басқа да иісті өзіне сіңіріп алмайды. Алдымен жүгеріні кожурасын алып тастап, негізгі тек бір ғана бөлігін қалдырып қоямыз. Сонда ол басқа да заттарды өзіне сіңіріп алмайды және ұзақ уақыт мұздатқышта тұра береді. Жүгері тағам ғана емес, сонымен қатар адам денсаулығына пайдасы орасан зор. Себебі оның құрамында баршамызға белгілі В дәрумені бар. Және сондай-ақ темірге бай көкөністердің қатарына біз осы жүгеріні жатқызамыз. Сонымен зат алмасу және де артық салмақтан арылуымызға көмектеседі. Және де видеоны көріп тұрғандағыңыздай 5-5 бөліктен салапанға салып, мұздатқышқа салып қойдым. Сіздер де осы әдіспен пайдаланып көрсеңіздер болады. Және де маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.